Good day, dear pupils. We are going to talk about summative assessment for the unit Fantasy World. Құрметті оқушылар, біз 7-ші бөлім Fantasy World деген бөлім бойынша жиынтық бағалауды талдамақшымыз. Біріншісі writing, яғни жазылым. Бізге мінекей мынадай сурет беріліп тұр екен, яғни карта. Look at the map and choose one of the buildings below and describe your road from the shop to that building. Картаға қарап, осының ішіндегі бір ғимаратты таңдауымыз керек та, соған баратын жолды не істеуіміз керек, яғни сипаттауымыз керек. Бізде үшеуі беріліп тұр, сондықтан біз үшеуін де сипаттаймыз. Бірінші бізде museum, you are here деп тұр, яғни біз мына қызылмен жазылған жердеміз, содан бастап біз сипаттауымыз керек қай жерде екенімізді. Енді біз музейге жететін жолды сипаттау үшін біз Green Street, яғни осы көшемен жүруіміз керек әуелі. Енді біз бірден тіке жүр деген сияқты айтамыз. Бұйрық тұраймен бірден етістіктен бастаймыз. Go straight, әуелі тіке жүр. To go straight, Green Street. Так, содан кейін ол оңға бұрылу керек, я? Turn right to High Street. And it is next to Post Office. Ол яғни Post Office, яғни почтадан кейін тұр бізде музей. Cinema. Қалай баратынымызды сипаттауымыз керек. Біз shop деген жердеміз. Және cinema оған қарама қарсы. It is opposite to, яғни қарама қарсы. Opposite to the shop. Library. Енді біз дәл жаңағыдай кітапханаға жетуіміз керек. Дәл бағанағыдай алсақ болады. Яғни біз Green Street пен жүреміз. High Streetке қарай оңға бұрыламыз. Ал енді бізде ол сол жағында банктен кейін деп айтайық, я? Is on your left, яғни сол жағында. And after bank. Неке біз үшеуінде сипаттады осы кезде. Енді келесі reading. Read the text and identify write's opinion and write yes or no next to the given statements as in the example. Тексті оқып, бізге жазушының ойы керек. Я жоқ деп берілген сөйлемдерге жазып шығамыз. Grim Castle. Castle дегеніміз, яғни сарай. Мұнара деп те аударылады. Армандағы мұнара деп аталатын бұл жаңа фильм дейді. Онда Кәти және оның ағасы Harry жартысы бізде көрінбей қалыпты. Бұны былай қойдық. Өздерінің көкесін көруге барады дейді. Ол сондай бір үлкен мұнарада тұрады екен, көне. Бір күні олар үлкен бір есік тауып алады. Оны есікті ашып ішіне кіреді. Бұл бөлмеде принцесса ойлайды өзін, яғни 100 жыл өмір сүріп, 100 жыл бұрын өмір сүріп жатырмын деп. Кэти мен Хэрри өзінің көкесінен осы принцессаны тағады дейді. Ол өте қиын. Және оларда үнемі сондай бір қызықты оқиғалар болды. Бұл фильм, бірақ үнемі олар өлең айтып жүреді бұл фильмде.
Сондықтан Джек деген айтыпты, міне 9 жастағы бала, бұл өте жақсы әңгіме және ол өте қызық. Және де міне Эмма 8 жастағы, актерлар өте жақсы және жақсы әншілер де бар дейді. Енді бізге мына жерге жауап беруіміз керек. What were the author's feelings about the main character of the story? Яғни осы автордың сезімі қандай деген жерге енді біз жазуымыз керек. Author's feelings. Біз дұрыс жауапта бұлар бар ма екен, соны көріп алайық. Әлде тек я жоқ жауаптар ғана ема екен. Бұны өзіміз жазады екенбіз. Yes, yes, no, yes, no дейді. Өзіміз қолдан жазуымыз керек екен. Author's feelings are good. Жақсы дейік. About the main character. Which words help you to detect the author's attitude? Қандай сөздер сізге көмектеседі дейді. Бұяқта енді көбінесе не болу керек? Сын есімдер. Big old castle, very big old door. Сондықтан біз осындай сын есімдер деп айтайық, иә? Adjectives help me to detect the author's attitude. Find the princess. Олар принцесс тауып алды. Kate and Harry try to hide the princess. Олар оны табуға тырысты, көкесінен. He's sleeping for a few days. Шамалы ғана күн ұйықтады. Жоқ, ол бірнеше жыл ұйықтаған сияқты болған. Sing in the film, yes. Олар өлең айтып жүрді фильмде. The film is sad, no. Не ол қорқынышты, яғни мұңлы емес. Неке жауаптар осылай болады. Үлгермесеңдер мына шеттен қарап алсаңдар да болады. Шетте бірақ writing ол өзіміздің жазатынымыз, яғни жазуымыз керек. Тек қана нақты жауап кендерде yes, yes, no, yes, no дегенді ғана нақты айтуға болады. Қалғандары өздерің жазу керексіңдер. Жазып көрсеттім, соған қарап, үлгіге қарап жазсаңдар болады. Сұрақтарың болса, комментарийға жазып, лайк басуды және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңдар. Алда 490-ның да жиынтықтары құдай қаласа шығады. Okay, goodbye, good luck to you. Сау болыңдар, сендерге сәттілік тілеймін, оқушылар.